Қайырлы күн баршаңызға. Чак-чактың жасалу жолын көрсететін боламын. Ыдысымызға 4 үлкен немесе 5 кішкентай жұмыртқа саламыз. Шым-шым тұз, 1 кішкентай қасықтың жартысындай сода саламыз. Жақсылап араластырып аламыз. Ұнымызды бөліп саламыз. Мінекей осындай жұмсақ қамыр дайын болады. Қамырымызды екіге бөліп бір бөлігін жаямыз. Жұп-жұқа етіп жаямыз. Жұқа етіп жайса қытырлақ әдемі болып піседі. Каналыма тіркеліп мені қолдап қоюды ұмытпаңыздар. Тағы да пайдалы тәттілермен, тағамдармен бөлісемін. Мінекей осындай жұп-жұқа үлкен етіп жайып аламыз. Ара қашықтығын 5 сантиметр етіп кесіп аламыз. Кескен соң бірінің үстіне бірін қойып жіңішкетіп турап шығамыз. Жіңішкетіп турағанда чак-чагымыз әдемі болып піседі. Алдын ала майымызды қыздырып, аз-аздан туралған қамырымызды саламыз. Араластырып отырып пісіреміз. Каналыма тіркеліп подписаться батырмасын басып қоюды ұмытпаңыздар. Лайк басып қолдап отырсаңыздар мен үшін үлкен қолдау болар. Сәл қызартып пісіріп алған соң ыдысымызға салып аламыз. Енді чак-чагымызды біріктіріп тұратын сиробымызды дайындаймыз. Ыдысымызға шекер, одан кейін су құйып араластырып отқа қоямыз. Отымызды орташа етіп қоямыз. Шекеріміз ерігенше шамалы отта ұстаймыз. Одан соң үстіне бал салып отта 20 минуттай сиробымызды қыздырамыз. Орташа отта араластырып отырамыз. Сироптың жақсы жабысқақ болып шыққанын білу үшін бір кесе салқын суға сироптан бір тамшы тамызып көрсеңіз, сироп суда тастай болып қатса, онда сироп массасы дайын болды дегенді білдіреді. Сонда чак-чагымыз бір-біріне жақсы жабысатын болады. Сиробымызды чак-чагымыздың үстіне құямыз. Жақсылып араластырып кез келген табаға, ыдыстарға салып қатыруыңызға болады. Мен мешокка салып ыңғайлы етіп пішін жасап алдым. Болған соң холодильникке қоямыз. Әр түрлі ыдысқа салып қатыруыңызға болады. Үйде отырған аналар болса, магазиндерге қойып табыс табуыңызға болады. Осылай қаттылап нығыздап саламыз. Арасында ауа қалмайтындай қатты басамыз. Холодильникке 1 сағатқа қойсаңыз дайын болады. Мінекей осындай шайға керемет тәтті дайын болады. Жасап көріңіздер, отбасыңызды бір қуантасыз.